Алла тағала өзінің хикметіне сай кейбір нәрселерді анық уақытын жасырған. Айталық, жұма күнінің қай мезгілінде жасалған дұғаның қабыл болатынын, 5 уақыт намаздың ішіндегі ортаңғы намазды, дұғалар ішінде исми ағзамды, уақыттың ішінде қияметті, әрі өмірдің ішінде өлім уақытын пенделеріне дәл білдірмеген. Бұның біздерге қайры барына кәміл сенімдіміз. Мүмкін бұл мұсылмандардың үнемі сергек, Аллаға ғибадат, құлшылықта жүруін қалағандықтан шығар. Қадір түніне келсек, ол түндердің ең қайырлысы болып саналады. Айлардың ең қайырлысы Рамазан айы, түндердің ең қайырлысы Қадір түні, күндердің ең қайырлысы жұма күні екені айтылған. Бұл түнді негізінен Рамазан айының соңғы 10 күнінде тақсандарында іздеу керек. Ғалымдардың ортақ пікірінше, Қадір түні Рамазан айының 27-ші түні болып есептеледі. Құранда бұл түннің артықшылығы жайлы жаратушы иеміз былай дейді: анығында біз Құранды Қадір түні түсірдік. Қадір түнінің не екенін білесің бе? Қадір түні 1000 айдан да қайырлы. Ол түні періштелер мен рух Раббыларының әмірімен жерге түседі. Ол таң ағарып атқанша жалғасады делінген. Кімде-кім Қадір түнінің артықшылығына сеніп, сауабын Алладан күтіп, ғибадат, құлшылықпен өткізсе, өткен кеткен күнәлары кешіріледі делінген. Қадір түні тілек тілеп, кешірім тілеу намаздан ұнамды. Құран оқып, артынан тілек тілеу ең жарамдысы делінген. Бұл түні қалай дұға ету керек деп сұраған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына дұғаны үйреткен: Алла тағалам, сен кешірімдісің, кешіргенді ұнатасың, мені де кешіре көр деп дұға еткен. Бұл түн 1000 айдан қайырлы болумен де артықшылыққа ие. 1000 ай дегеніміз 83 жыл 4 айға тең болады. Бұл дегеніміз үмбеттердің өмір бойы жинаған сауабын бір түнде алу деген сөз. Яғни бір адамның өмір бойы құлшылық еткенмен тең деген сөз. Бұл түннің берекесі мол, өйткені жер бетіне сан мыңдаған періштелер түседі. Періштелер тіпті жер бетіне сыймай кетеді. Мүміндерді айнала қоршай, Алла тағаланың оларға деген кешірімі мен мейірімін айтып, сүйіншілейді. Таң ағарып атқанға дейін осындай жағдайда болған мұсылман үмбетінің жүрегіне тыныштық пен жан рахаты орнайды. Ол түні жер бетіне түскен періштелердің саны ұсақ тастардың санынан да көп деп айтылады. Қадір түнінде жасайтын амалдарға келсек, мейлінше ғұсыл дәрет алып, бой дәрет алып, Құран оқыңыз, арабша тілінде оқыңыз. Арабша оқи алмасаңыз, қазақша тілінде оқыңыз. Дұға етіңіз, қандай дұғаларды, сүрелерді білесіз. Соны кеш батқаннан, ауызашар кіргеннен бастап, кеш батқаннан таңның уақыты кіргенге дейін дұғада болыңыз. Мейлінше дұға етіңіз, тілегіңізді тілеңіз, Алладан кешірім тілеңіз, истихфар етіңіз, садақа беріңіз. Мұхаммед пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам салауат айтыңыз. Алла тағаланың 99 көркем есімін оқыңыз, айтыңыз. Сол есімдерді қолдану арқылы Алла тағалаға дұға етіңіз. Себебі ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сәресі уақытында Алла тағала сұраушы бар ма? Беріледі. Дұға етуші бар ма? Қабыл болады. Истихфар етуші бар ма? Күнәсі кешіріледі деп айтқан. Осы Қадір түнінде тахаджуд намазын оқыңыз. Тахаджуд намазы түннің соңғы 3-ші бөлігінде оқылатын намаз. Раббымыз Алла әр түнінің соңғы 3-ші бөлігінде аспан әлеміне түсіп, кім маған дұға етеді, қабыл етейін, кім менен кешірім тілейді, күнәсін кешірейін, кім менен қажетін сұрайды, оған берейін деп айтады. Тахаджуд намазы Ханафи мазхабы бойынша 2 ракағат оқылады, көбі 8 ракағат етіп оқылады. Рамазан айында өте көп, осы Қадір түнінде өте көп дұға жасап, мұқтаждығымызды Алладан сұрап алатын шансты жіберіп алмайық достар. Бұл өте берекелі ай, өте көп сұрап алайық. Себебі егер дәл осы күн Қадір түніне дөп түсетін болса, егер сіз садақа берсеңіз, өмір бойы садақа бергендей сауап аласыз. Егер сіз тахаджуд намазын оқысаңыз, намазбен өткізсеңіз түніңізді, өмір бойы 83 жыл бойы намаз оқығанмен тең болады. Егер салауат айтатын болсаңыз пайғамбарға, өмір бойы осы
пайғамбарымызға салауат айтып өткендей сауап алатын боласыз. Сондықтан бұл қадір түнін қадірін кетіріп алмай, міндетті түрде аузыңызбен, денеңізбен, жүрегіңізбен барынша Алла тағалаға құлшылық етіп, дұға тілек, намазыңызды, садақаңызды беріп құлшылық етіңіз. Рамазан айы бұл Құран айы. Негізі Рамазан айы қасиетті болуының себебі бұл айда Құран түскен. Құранды бізге жеткізген, Алланың сөзін жеткізген бізде Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Сондықтан бұл айда көбірек Мұхаммед пайғамбарымызға көбірек салауат айтайық. Көбірек салауат айту керек және көбірек айда Құранға барынша жақындауымыз керек. Жалпы Құран оқуды әдетке күнделікті айналдыруымыз керек. Солай біз оған жақындай түсеміз, Алла қаласа. Имам Муслимнен келген риуаятта былай делінеді: Құран оқыңдар, өйткені ол қиямет күні өзін оқығандарға шапағатшы болып келеді, дейді ардақты елші өз хадисінде. Құранды шебер оқушы адам Алла тағаланың әміріне бой ұсынған періштелермен бірге болады. Ал Құранды қиналып және кідіріп оқығанға 2 есе артық сауап беріледі деп, Құранды шеберлікпен оқитындармен қатар қиналып, ежелеп оқитындарды да бірге сүйіншілейді. Алла тағаланың алдында мұсылманның деңгейі Құран кәрімнің қаншалықты білгеніне байланысты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мүбәрак хадисінде Құран иесіне Құран оқып жаттаған адам былай делінеді: оқы және жоғарылат, төрлет, оқы, дүниеде қалай оқыған болсаң, дәл солай оқы, расында сенің орның соңғы аятты оқитын жеріңде, дейді Ахмад хадистер жинағында. Бұл дүниеде Құраннан бейхабар, алыс болған адамдар жайында былай делінеді: ішінде Құраннан ештеңе болмаған адам құлаған үй тәріздес делінеді. Құран оқу арқылы адамның санасы мен жүрегі нұрланады. Денең жан нұрлы болса жөнделмек деп Шәкәрім Құдайберлі айтқандай, жаны саудың тәні де сау. Құранның ерекше қасиеттерінің бірі, оны адам оқыған сайын оқи бергісі келеді. Еш уақытта да оқудан жалықпайды. Басқа кітапты бірнеше рет оқыған соң адам оны біліп алып шаршай бастаса, Құранды әр оқыған сайын адам қасиетті кітаптың бұрын байқамаған жаңа қырларын байқай түседі. Құранды оқу арқылы мұсылман баласы Алладан қуат алады. Құрандағы өткен пайғамбарлар мен ізгілердің көрген қиындығымен таныс болып, өзінің өмірлік сынақтарға төтеп беруі тиіс екенін түсінеді. Құран оқу арқылы мұсылман Аллаға жақындай түседі. Өйткені Алланың сөзіне деген махаббат оны Алланың өзіне деген махаббатына жетелері сөзсіз. Рамазан айының соңғы 10 түні Ықылас сүресін 3 реттен оқыңыз. Неге бұлай? Себебі түндердің бірінде қадір түні жасырылған. Сіз күнде Ықылас сүресін оқитын болсаңыз, Алла қаласа қадір түніне түсіп қалсаңыз, 83 жылдан аса уақыт күн сайын Құранды толық оқып шыққандай боласыз. Сондықтан Алла тағала берген бұл мүмкіндіктен құр қалмайық. Сонымен, құрметті оқырманым, Мұхаммед пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам салауат айтайық. Аллахумма салли аля Мұхаммадин ва аля али Мұхаммад деп барынша көбірек айтыңыз. Истихфар айтыңыз. Астағфируллах ал-ғазим аллази ла илаха илля хуал хайюл қайюм ва атубу илайх деп көбірек истихфар етіңіз. Алла тағаланың 99 көркем есімі арқылы дұға етіңіз. Осы каналда Алланың 99 көркем есімі атты менің видеом бар. Мағынасымен көріп, соны тыңдап оқысаңыз болады. Міндетті түрде садақа беріңіз. Тахаджуд намазын оқыңыз. Қандай мұқтаждығыңыз бар, мысал қарызыңыз болса, Раббым осы қарыздан, сынақтан, алуым керек болған сабақты жеңілінен, тезінен алып, бұл қарыздан өзіңнің көмегіңмен, ризалығыңмен, мейіріміңмен, қолдауыңмен әрі тез әрі оңай құтылуды, қайтып қарыз деген нәрсеге екінші қайта жоламауымды нәсіп етші деп дұға етсеңіз болады. Раббым менің ата-анамды, ата-енемді, отбасымды, жақындарымды, бала-шағамды, достарымды, туыстарымды үнемі оларды өзіңнің қорғаныңда ұстап, мен оларды уайымдайтындай емес, Раббым өзің оларға қамқор болатындай етіп қойшы. Оларға сен менен де қатты қамқор бола аласың, менен де күшті көмек бере аласың, және менен де қатты жақсы көре аласың деп дұға етсеңіз болады. Бүкіл өміріңіздегі барша қажеттіліктеріңізді, мұқтаждығыңызды Аллаға тапсырып үйреніңіз.
Айтуға тілге жеңіл, бірақ таразыда ауыр тартатын өте керемет зікір Субханаллахи ва бихамдихи Субханаллахил азим. Аллаға сансыз мақтау мен шүкіршілік айтамын, ол мінсіз кемшілік атаулыдан ада. Ұлы Алла мінсіз кемшілік атаулыдан пәк деп зікір етіңіз. Я Раббым, жүрегімді күнәдан, миымды реніштен, жеңілінен тазалап қойшы, ойларымды негативтен тазалап, тек қана позитивте жүруімді нәсіп етші, өзімді, әлемді және сені сүйімді нәсіп етші. Әмин. Құрметті оқырманым, осы Рамазан айын соңғы Рамазан айындай сезініп, бүкіл күш-жігеріңізді, жан тәніңізбен құлшылық етуге арнаңыз. Әрбір секунд, әрбір минут мол сауапқа кенелетін мүмкіндікті жіберіп алмаңыз, мейлінше құлшылық етумен айналысыңыз. Қандай құлшылықтар барын сізде осы видеода айтып өттім. Қолыңыздан келгенінше дұға етіп, намазыңызды, құраныңызды зікір етіп, садақа беріп, осы қадір түнін құлшылықпен өткізсек. Алла тағала бізден де сізден де қабыл етсін. Алла тағалам жүрегімдегі, тілімдегі, Алла тағалам жүрегімдегі, тілімдегі, ділімдегі шынайы ниеттерімді өзің разы болатындай етіп жөндеп берші. Не жасасам да сенің разылығың үшін жасайтындай ниетті жүрегіме бекітіп қойшы. Әмин.